Биылғы түлектерді өз командасында көргісі келетіндер көп. Болатын балаға шетелдіктердің де көзі түскен. Озат оқушыларға әлемнің белді оқу орындары кезекке тұрып шақырту жіберіп жатыр. Ал енді ғана аттестат алып жатқан Қайраттың жас шабуылшысы Дастан Сәтбаев алдағы күндері ресми түрде лондондық Челси сапына ауысады. Сөйтіп, қазақ футболы үшін тарихи сәт жақындап келеді. Дастан Сәтбаев Англияның алпауыт командасымен бірге жаңа дәуірге қадам басқалы тұр. Ол кеше алматылық жанкүйерлерінің алдында соңғы матчын өткізіп, дубль авторы атанды. Жиналған қауым құрметпен қошеметтеп шығарып салды. Мерей Қанапия баяндайды. Дастан Сәтбаевтың есімі кейінгі 2 жылда қазақ футболының басты жаңалығына айналды. Былтыр ақпан айында лондондық Челси алматылық Қайратпен ойыншының трансфері бойынша келісімге келіп, жалпы құны 4,3 миллион еуроға сатып алған болатын. Келісімшарт мерзімі 5 жыл. Бізге Челсиден хат келді. Олар осы айдың 29 күні Аустралиядағы оқу жаттығу жиынына аттанады екен. Сондықтан хатта Дастанның 26 күні Лондонға келгені жөн деп жазылған. Біз бұл өтінішпен толық келістік. Ешқандай қарсылығымыз жоқ. Ол 21 күні сырт алаңда болатын бір матчқа қатысуы мүмкін. Әрі қарай 5 күн демалыс береміз. Дастан 26 күні анасымен бірге Англияға ұшып кетеді. Дастан қысқа уақыт ішінде өз мықтылығын тек қазақстандық емес, еуропалық скауттардың алдында дәлелдеді. Оның жарқын ойыны мен дриблингі, жылдамдығы мен гол соғудағы шеберлігі әлемдік клубтардың назарын өзіне аударды. Алайда ең нақты әрі батыл қадамды лондондық ақсүйектер жасады. Әйткенмен Хаби Алонсо оған қалай қарайтыны белгісіз. Мадрид Реалға барып Эндрикті ойнатпай қойғанын білеміз. Дастан Сәтбаев алдағы уақытта топ лиганың өзінде өзін топ дәрежеде көрсете алатын әл-ауқаты бар деп ойлаймын. Дегенмен әлбетте бастап құрамда бірден өнер көрсету. Қазір көршілес Өзбекстан құрамасының өкілі Абдуқадир Хусанов секілді өзін паш еткізу қиынға соғатыны анық. Өйткені Абдуқадир Хусанов ол бірінші лиганың, Франция бірінші лигасының кішкене оппозициясына сезінді. Сәтбаевтың трансфері отандық футбол тарихындағы ең айтулы оқиға. Бұған дейін бірде-бір қазақстандық ойыншы ағылшын премьер лигасының атақты клубымен мұндай келісім жасаған жоқ. Ол былтырғы маусымда ішкі біріншілікте 14 гол соқса, биыл әзірге 6 голмен көзге түсті. Естіп жатырмыз, Хаби Алонсо Дастан Сәтбаевты арнайы ертерек оқу жаттығу жиындарына шақыртты екен. Челси көптеген ойыншыларды жинап алады, өзінің қосалқы командалары бар, қаншама соларға беріп жібере ме деген ойда бар. Менің ойынша Челси ол бергеннің өзінде де жақсы атақты клубтар бар олардың қатарында. Солардың біріне барып Европада топ теуіп, өзінің тәжірибесін жинап, қайтып кеп ойнауы да әбден мүмкін. Алда Дастанды жаңа сынақтар, жаңа орта және әлемнің ең үздік футболшылары доп тебетін чемпионат күтіп тұр. Қазақ жанкүйерлері оның Стэнфорд Бридждегі дебютті ойынын тағатсана күтері сөзсіз. Мерей Қанапия, Қанат Махмутов, Абдулхамид Бөлекбаев, 24 KZ.